Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай керемет болып шығатын хит печеньеларының рецептісін бөлісетін боламын. Бізге ең алдымен 2 жұмыртқа, 30 грамм какао, 180 грамм шекер және де қант ұнтағы керек болады. Ең алдымен біз ұнымызды салып, артынша разрыхитель, қант, какао, құрғақ заттарымыздың барлығын салып, араластырып аламыз. Араластырып болған соң ертілген сары майымызды, 2 жұмыртқамызды салып, жұмсақ етіп, печеньенің тестасын дайындайтын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып, қолымызға жабыспайтындай етіп, жұмсақ қамырларымыз дайын болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ қамырымыз дайын болды. Печеньеларымызды біз 30 граммнан есептеп алсаңыздар болады. Сонда сіздерде бір келкі болып шығады. Барлығын домалақ етіп, осындай сахарный пудраға аунатып, сосын барып формамызға салып пісіріп алатын боламыз. Алдын ала пешімізді 180 градусқа қыздырып қоямыз. Сосын барып печеньеларымызды пісіріп аламыз. Менің каналымнан керемет видео рецепттерді жоғалтып алмас үшін астында тұрған подписация кнопкасын басып тіркеле кетіңіздер. Міне біздің печеньеларымыз дайын болды. Енді 180 градуста пешімізде пісіріп алатын боламыз. Келесі біз екінші печеньемізді дайындайтын боламыз. Бұл красный бархат печеньесі деп аталады. Бізде сары май, шекер және де 2 жұмыртқаны миксердің көмегімен араластырсаңыздар болады. Артынша осылай красителімізді де қосатын боламыз. Қасықтың ұшымен ғана қоссаңыздар, сіздерде қызыл түсті анық беретін болады. Осылай барлығын араластырып, артынша ұнымызды да салып, 2 бөліп салатын боламыз. Арасында ұн қопсытқышымызды, разрыхителімізді салып, жақсылап жұқа етіп, жұмсақ тестамызды дайындайтын боламыз. Барлық печеньенің құрамын және де грамдарын астында описанияға қалдыратын боламын. Сол жерден көре аласыздар. Сіздердің тесталарыңыз қолға жабыспайтындай өте жұмсақ болып тұруы қажет. Сонда біздің печеньеларымыз жұмсақ және де әдемі болып көтеріліп пісіп шығатын болады. Бұл печеньеларды да 30 граммнан есептеп алсаңыздар болады. Сонда бір келкі болып шығады. Бұл печеньеларды да домалақ етіп, сахарный пудраға аунатып, 180 градуста пісіріп алатын боламыз. Сіздер бұл печеньені рецептісін өздеріңіз жасап, табыс көзіне айналдыруға болады. Осылай өте әдемі керемет шыққан печеньеларды сіздерде міндетті түрде сатып алатын болады. Құрамы да қолжетімді заттардан тұрады. Міне біздің печеньеларымыз дайын болды, енді пісіріп алатын боламыз. Келесі бізде 3-ші печеньеміз бұл лимонды печенье болып табылады. Жұмсақ сары майымызды, шекерімізді және де 2 жұмыртқамызды салып, жақсылап вентиктің көмегімен араластырсаңыздар болады. Жұмсақ болып тұру қажет. Бізде сары майымыз бұл барлығын араластырып болғаннан соң, бізде лимонның сыртын үккіштен өткізіп, осылай печеньеңізға қоссаңыздар болады. Рең береді және де өте дәмін керемет болып шығады. Артынша лимонның жартысын, суын, 2-3 қасықтай суын қоссаңыздар өте керемет болып шығады. Артынша ұн және де ұн қопсытқышымызды да салып, жұмсақ етіп тестамызды илейтін боламыз. Барлық печеньеларымызды жасаған кезде біздің тесталарымыз жұмсақ және де қолға жабыспайтындай болуы қажет. Ешқандай магазиннен печенье сатып алмай, сізде үйде осылай жасасаңыздар өте керемет болады. Құрамы да қатты қымбат емес және де қолжетімді заттардан тұратын дәмді, жұмсақ печеньеларды өздеріңіз жасап көріңіздер. Барлық печеньеларымызда осылай домалақ етесіздер және де сахарный пудраға аунатып, осылай формасын салып пісіретін боламыз. Достар, бұл рецептпен достарыңызбен де бөлісуді ұмытпаңыздар. Міне біздің 3 печеньеларымыз да пісіп шықты. Бұл печеньеларды тапсырысқа жасасаңыздар да болады. Өте дәмді, хош иісті болып шықты менде печеньеларым. Осылай заказға жасап, табыс көзіне айналдыруға болады. Достар, егер де видео ұнаса және де сіздерге бұл рецепт пайдалы болса, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Астында тұрған подписация кнопкасын басып, және де лайк басып, комментария қалдыра кетіңіздер. Және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Поделиться етіп, жан-жаққа достарыңызға жіберіңіздер. Міне біздің печеньеларымыз дайын. Осылай жақындарыңызды қуантыңыздар. Менімен болғандарыңыз үшін рахмет. Ас болсын.